Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Мен Тараз қаласы Әлихан Бөкейханов атындағы нөмірі 1 гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Рапилбекова Гүлшат Жұмабайқызымын. Бүгінгі сабағымызда біз тарих пәнімен етене танысамыз. Тарих пәніне тікелей сабағымыз байланысты болады. Себебі сабағымыздың тақырыбы отырар кітапханасы. 6 сынып қазақ тілі пәні оқыту қазақ тілінде. Сабақтың оқу мақсаты: ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып графиктік мәтін, диаграмма, кесте, сызба түрінде құрастыру, үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, түрлендіріп қолдану. Күтілетін нәтиже: суреттер бойынша болжам жасай алады, мәтіндегі ақпаратты түсінеді, ажыратады және оны кестеге түсіреді. Мәтіндегі негізгі мәліметтерді анықтауға бағытталған сұрақтарға жауап береді. Үстеулерді қатыстырып, сөйлем құрастырып, мағыналық түрлерін ажыратады. Сабағымызды бастамас бұрын біз суреттер арқылы тақырыпты болжап көрейік. Суреттер 4 сурет берілген. 4 суреттердің бір-бірімен қандай байланысы бар болуы мүмкін? Қандай ортақ тақырып шығуы мүмкін? Ойланып көрейікші. Әрине, бұл суреттерді байланыстыратын бір ортақ тақырып бір отырар қаласы. Отырар қаласында әлемге аты әйгілі отырар кітапханасы болған. Балалар, отырар кітапханасы туралы не білесіңдер? Сол туралы ой қозғап көрейік. Ойды ортаға таратып алмасқаннан кейін оқылым тапсырмасына кірісіп көрейік. Бірінші тапсырма 165 беттегі отырар кітапханасы мәтінін оқып шығайық. Мәтіннің соңында сұрақтарға жауап беріңдер деген тапсырмалар бойынша мынандай сұрақтар берілген. Бірінші сұрақ: отырар кітапханасы қалай жинақталған? Екінші сұрақ: отырар кітапханасы неге әлемдегі екінші үлкен кітапхана атанған? Біріншісі қайсысы? Үшіншісі: сендердің ойларыңша отырар кітапханасы табылуы мүмкін бе? Бұл сұрақтар, балалар, бізге сабақтағы әрі қарай жұмыстың барысын жеңілдетеді. Осы сұрақтарға жауап бере отырып, біз нақты ақпаратты анықтай білеміз. Келесі тапсырма бұл инсерт әдісі. Инсерт әдісі арқылы біз оқылым мәтінінде бұрыннан білемін деген бағанға өзімізге таныс мәліметтерді теріп жазамыз. Жаңа ақпараттар бағаны бойынша біз өзімізге жаңадан таныс болған ақпараттар теріп жазамыз. Менің ойлағаныма қайшы деген бағанға өздеріндегі қалыптасқан ойды жоққа шығаратын болмаса, бір дүдамал ой тудыратын пікірлер бар болса, соларды теріп жазамыз. Және соңғы баған білгім келеді деген. Бұл бағанға өздерінің ойларындағы отырар кітапханасы туралы қандай сұрақ туындады мәтінді оқу барысында. Сол ойды біз, сол сұрақты түртіп алып қоямыз. Оқылым тапсырмаларынан кейін жазылым тапсырмасына ауысамыз. Жазылым тапсырмасы 3-ші тапсырма 166 бет. Үстеулерді қатыстырып, ерте заман кітапханалар туралы 7-8 сөйлем жазыңдар. Үстеулердің мағыналық түрлерін анықтаңдар. Бұл тапсырма сендерге қиынға соға қоймас деп ойлаймын. Үстеулерді біз өтіп қойғанбыз. Олардың мағыналық түрлерін тек қайталап, сөйлемдерді құрастыру керек. Сабақтың соңында 5-ші тапсырма 166 беттегі үй тапсырмасы беріледі. Өздерің тұратын елді мекендегі ықшам ауданындағы не ауылдағы кітапхана туралы шағын мәтін жазыңдар. Сөз көлемі 80 сөз болу керек. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталады.